Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Юсупова Жансыл Жанабергенова, Ақтөбе қаласы нөмір 3-ші орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімімін. Екінші бөлім мектеп өмірі әдепті бала, арлы бала бөлімінің 7-ші сабақтың тақырыбы қожа әдепті бала. Алдымен жаңа тақырыпты бастамас бұрын жаңа сөздермен танысып, сөздік дәптерлерімізге жазып аламыз. Кейіпкер, герой, ықшам, здесь, кратко, небольшой, жағымды, приятный, туу куәлігі, свидетельство о рождении, есть білгелі, как себя помню, с рождения, қолайсыз, здесь, неприятно, табанда өзгерту, тут же поменять, істің турасы, на самом деле, келемеждеп айту, насмехаться, подшучивать. Сабағымызды бастамас бұрын, алдымен миымызға шабуыл жасайық, яғни осы сұрақтар арқылы. Сен балаларға арналған шығармаларды оқисың ба? Қандай шығармаларды білесің? Ол шығармалар саған ұнайды ма? Не себепті ұнайды? Балаларға арналған қандай фильмдер білесің? Ол фильмдердің басты кейіпкерлері кімдер? Яғни, фильмдерді көрсеңіздер, балаларға арналған соның басты кейіпкерлер жайында айтасыз. Немесе, сол кейіпкерлердің қай жері ұнайды? Мінез-құлқы деген сияқты сұрақтарға жауап бересіздер. Дескриптор. Сұрақтарға толық жауап бере алады. 1 балл. Ауызша ойын жеткізе алады. 1 балл. Біз алдыңғы сабақта Бекбек Соқпақбаевтың «Менің атым қожа» атты повесінің түсірілген фильм жайында айтқан болатынбыз. Ендігі кезекте балалар, бұл фильмнің 3 басты кейіпкері бар. Ол қожа, жантас, жанар атты 3 негізгі кейіпкер. Сіздерге таныс болсын деген ойда арнайы суреттер қойдым. Менің атым қожа фильмінде қожаның рөлін ойнаған Нұрлан Сегізбаев. Ол Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі және режиссер ретінде танымал. Жанардың рөлін сомдаған Гүлнар Қорабаев. Келесі тапсырма. Сүйікті шығарма деген сөз тіркесі бойынша кластер құрастырамыз. Кластер бойынша шағын мәтін құрастырып жазамыз. Әрқайсымыз өзіндік сүйікті авторымыз, жазушымыз, ақынымыз, кейіпкеріміз болуы мүмкін. Міндетті түрде қазақ жазушы емес, орыс жазушы да болуы мүмкін. Сол жазушының сүйікті шығармаңыз туралы жазасыз. Мысалы, менің сүйікті жазушым Ыбырай Алтынсарин. Оның шығармасы бізді адамгершілікке баулиды. Менің сүйікті шығармам «Бақша ағаштары» деп өз ойларыңды білдіретін болады. Келесі, мәтінмен жұмыс. Мәтінді оқимын, сендер тыңдап, өздерің де оқитын боласыңдар. Бұл Бекбек Соқпақбаевтың «Менің атым қожа» повесінен берілген үзінді. Адамның атының сүйкімді болуы да зор бақыт деймін. Мәселен, Мұрат, Болат, Ербол, Бақыт деген аттарын алып қараңдаршы. Айтуға да ықшам, естір құлаққа да жағымды. Әрі мағына жағынан да қазақ тілінен сабақ беретін Майқан өзі кеше айтқандай, бұлар жоғары идеялар есімде. Мұндайлар өз атын кәдімгідей мақтаныш көретін. Кейбіреулері таныса қалса, мәнерлеп, көтеріңкі дауыспен айтады. Ал енді айтуға да, естуге де қолайсыз есімдер бар. Өзге түгіл өзіне де ұнамайтын. Әйтсем, қолдан келсе табанда өзгертіп, әдемі аттардың біреуін өзгертіп алар едім. Жарайды, өткенге өкініш жоқ дегенде, істің турасына көшелік. Менің атым қожа. Көріп отырсыңдар,
пәлендей әйдік атта емес. Шынымды айтсам, бұл о баста қожа емес, қожа берген екен. Туу-куәлігінің өзінде солай деп жазылған. Сонымен, мен өзімді ес білгелі қожамын. Ауыл-аймақтың бәрі солай айтады. Біз бір класста екі қожа бармыз. Сүттібайдың үлкен баласының аты да қожа. Оқушылар екеумізді шатастырып алмас үшін өнімізге қарап, мені қара қожа, оны сары қожа деп атайды. Әуел баста бұл бұған өкпелеп, мен бұған өкпелеп қалады едім. Бірақ жүре бара құлағым үйреніп, дағдыланып кеттім. Қара қожа дегендерге ау деп жалт қарайтын болдым. Фамилиям Қадыров. Қадыр менің әкем. Жақсы балалар, енді келесі кезекті мәтінді түсініп оқығаннан кейін кішкене шағын видео қарағаннан кейін біз сол бойынша жұмыс істейміз. Әдеттегідей ақпараттың дұрыс не бұрыс екенін анықтап жауап береміз, кейін тексереміз. Бұл жерде 7 ақпарат берілген. Бірінші, ал енді айтуға да, естуге де қолайсыз естілер бар. Екінші, адамның атының типінде болуы да зор бақытқа дейміз. Үшінші, біз бір класста 4 қожа бармыз. Бесінші, оқушылар екеуміз шатастырып
қарап, мені Сары қожа, оны Қара қожа деп атайды. 5. Бірақ жүре бара құлағым үйреніп, дағдыланып кеттім. 6. Қара қожа дегендерге ау деп жалт қарайтын болдым. Фамилиям Қадыров. Қадыр менің әкем. Ал енді тексерейік. Осы тапсырманың диспетчері ақпараттың мазмұнын түсінеді, бір бақ, дұрыс және бұрыс жауапты анықтай алады, бір бақ. Ал енді тексерейік. 1. Ал енді айтуға да, естуге де қолайсыз есімдер бар. Дұрыс. Адамның атының сүйкімді болуы да зор бақыт. Дұрыс. Bir класста 4 қожа бар. Дұрыс. Оқушылар екеуміз шатастырып алмас үшін önімізге қарап, мені Сары қожа, оны Қара қожа деп атайды. Дұрыс. Жақсы. Бірақ жүре бара құлағым үйреніп, дағдыланып кетті. Дұрыс. Қара қожа дегендерге әу деп жалт қарамайтын болды. Дұрыс. Фамилиям Қадыров. Қадыр менің әкем. Дұрыс. Жақсы. Жарайсыздар. Назарларыңызға рахмет балалар. Сау болыңыздар.